Оксидтер екі элементтен тұратын, оның бірі оттек болатын күрделі заттар. Оксидтер негіздік, қышқылдық, амфотерлі және бейтарап болып жіктеледі. Негіздік оксидтер металдардан түзіледі және сумен әрекеттесіп сілті түзеді. Мысалы, КО плюс H2O, KOH2 реакциясы жүреді. Қышқылдық оксидтер бейметалдардан түзіледі және сумен әрекеттесіп қышқыл түзеді. Мысалы, SO2 қосылған H2O, H2SO3 реакциясын береді. Амфотерлі оксидтер қышқылдармен де сілтілермен де әрекеттесе алады. Реакция нәтижесінде 2 алюминий хлорид 3 қосылған 3 H2O түзіледі. Бейтарап оксидтер қышқылдармен де сілтілермен де әрекеттеспейді. Мысалы, ЧО және НО осындай оксидтерге жатады. Негізгі оксидтер қышқылдармен әрекеттесіп тұз бен су түзеді. Мысалы, СО күріш 2 HCl ВВ QCl күріш HO реакциясы жүреді. Оксидтер құрылыс пен өндірісте кеңінен қолданылады. Мысалы, САО цемент жасауда, CO-ды шыны өндірісінде пайдаланылады. Оксидтердің қасиеттерін білу, олардың қолданылуын түсінуге көмектеседі. Бұл білім химияны өмірмен байланыстырады.